Мен мінеки екінші күні отырмын ішкі істер департаментында. Кеше Жасқайрат Қайыров маған айтқан, мінеки сіз жүре беріңіз, кешке жақын айтамыз деп, немене болады, қалай болады екен. Сосын ол кешке жақын айтқан өзінің сөзінде тұрып, мінеки сот түстен кейін болатын шығар. Ал енді мына түс көшкен істерді прокуратура қарастырады деп. Соны бүгін таңертең Сұңғатымызды шығарды. Сұңғат Сәрсенбаев патриот бала, керемет от жалын болып тұрған. Ал Диас Құзайырды әлі шығарған жоқ. Мен мінеки мұнда келгеніме бір жарым сағаттай болып қалған шығар. Оның алдында мен 7-8 рет хабарластым. Маған ешкім анығын айтпады. Соның ішінде Қайыров Жасқайратпен де оның телефонына да хабарластым. Телефоны сөндірулі, мүмкін номері енді сол номері жоқ шығар, мүмкін басқа номер шығар. Қол астындағыларға да звондадым, қол астындағылар да жауап бермеді маған. Сондықтан мен осында отырмын. Айтады, ковидпен ауырып жатыр. Енді ковидпен ауырып жатса, енді тезірек жазылсын, әрине, бірақ та басқа басшылар бар ғой. Енді мен отырам, енді мен кетпеймін. Енді мен Диасты шығармағанша мен осылай отырам деп шештім. Соны сіздер білгендей осылай айтып жатырмын. Жаппай енді кім үндеу тастап, кім осы видеода сол кім отырған мына Диас, басқалар, солай бәртіріміз жазықсыз террорист емес қазақтарға араша түсейік. Сондай ұсыныс сіздерге Бейсенбай Тегіруза апай, Кереку қаласынан